Автокөлік иелерінің назарына мемлекеттік кірістер департаменті 2022 жыл үшін көлік салығын ағымдағы жылдың 1 сәуірінен кешіктірмей төлеу қажет екенін жеткізді. Төленбеген жағдайда белгіленген мөлшерде үстемпұл қосылып отыратынын айтады. Әріптесім Шалқар Нұрмұхамбет тарқатсын. Қазақстан Республикасы Конституциясының 35-ші бабына сәйкес заң жүзінде белгіленген салықтарды, алымдарды және басқа да міндетті төлемдерді төлеу әр азаматтың міндеті. Сол себептен жауапты мамандар көлік салығын төлеу мерзімінің жақындап қалғанын жеткізеді. Себебі көлік жүргізушілері уақыттарын аңдамай өткізіп алып жатады. Мәселен, 2022 жылға дейінгі статистика бойынша облыстағы 7000-нан астам адам 290 миллион қарыз берешегімен тіркеуде тұр. Бұл жұмыстар бойынша өндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Полиция департаменті және жеке сот орындаушылармен бірге отырып, рейдтік шаралар жүргізіледі. Көлікті жол үстінде тоқтатып, штраф қамауға да құқылары бар. Сол себептен қазір салық төлеуге шақырамыз бәрін. Сонымен қатар бұл шара үшін жеке сот орындаушы жаңа өндірілген салық үстінен 25%-ға дейін соманы өндіреді өз қалтасына. Жалпы облыста 190 мыңға жуық көлік бар. Биылдыққа осы автокөліктерден 2 миллиард 700 мың теңге көлемінде салық түсіру жоспарланып отыр. Ал мөлшерлемеге келетін болсақ, жеңіл автомобильдер үшін қозғалтқыштың көлеміне, жүк көліктер үшін жүк көтергіштің салмағына, автобус үшін отыратын орындардың санына байланысты. Мотоциклдер үшін көлік салығы қозғалтқыштың қуатына қарай есептелмек. 1 сәуірден кешіктіріп, төлемеген жағдайда. Енді 1 сәуірден кейін төленбеген жағдайда хабарлама жолданады. Хабарлама жолданғаннан кейін тағы да 30 күн беріледі. Бірақ хабарлама түзілгеннен кейін күнделікті өсімпұл есептеліп отырады. Енді 1 айдан кейін төлемеген жағдайда тағы да салық бұйрығы формироваться етіледі. Системадан ол автоматты түрде жеке сот орындаушыларға жолданады. Сол себептен қазіргі халықты өзіміздің облыс және республика тұрғындарына айтарым, осы 1 сәуірге жеткізбей, өз еріктерімен өздері төлеп тастаған жөн болады. Қалтасында 25% үнемдеп қалады. Сонымен қатар 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлер, тыл еңбеккерлері, мүгедек топтағы жандар, батыр ана атағына ие болғандар мен алтын алқа және күміс алқаға ие болған көп балалы аналар транспорттық көлік салығынан босатылады. Комитет көлік құралдарына салынатын салық сомасын егов веб-порталындағы калькулятор немесе e-салық азамат мобильді қосымшасының көмегімен есептеуге болатынын жеткізеді. Бүгінде есептелген сомалар Каспий банктың мобильді қосымшасын пайдаланушыларға паш хабарлама түрінде жіберілген. Ал алыс шалғайдағы көлік иелері пошта арқылы тегін төлей алады. Сондықтан департамент өкілдері шығынға шықпас үшін салықты уақытылы төлеуге шақырады. Шалқар Нұрмұхамбет, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Талдықорған.